аш қасқырдың дәмесі. Неше күннен бері қара шыбында ілінбеген бір қасқыр ауылды торып, ора жақындап келіп, жалғыз өзі жан-жаққа жалтақтап, алақтап бір үйдің іргесіне таяпты. Үй ішінен жылаған баланың даусы естіліпті. Қой енді жылама балам, қой жылай берме балам, жылай берсең қасқырға бермей салам. Менің аш жүргенімді ауыл кісілер де біледі екен ғой, енді жыласа баласын маған бере салар деп, дәмеленген қасқыр үйдің іргесіне отыра беріпті. Баланың жылағанын күтіп, сол отырғаннан таң атқанша отырыпты. Бір кезде күткендей-ақ бала тағы жылапты. Жылама балам, жылама балам, жылай берме балам, қасқырға бермеймін, ол келсе ұрып өлтіремін деп баласын жұбатыпты. Ауылдың адамдарын түкке пайдасы жоқ екен ғой деп табанын жылтыратайын деп қасқыр орнынан қозғала бергенде жан-жақтан тұрып жатқан адамдардың көзіне түскен қасқыр. Тұс-тұстан тап берген адамдар үлкен күштің өтіне қалады. Даладан дәмеленген қасқыр ажалдың қармағына ілініп, терісі жайылып, тым болады.